Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиет клубы сабағын бастаймыз. 4-ші сынып 17-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы қазына иесі кім? Сабақ мақсаты оқиғаны болжаймын, шығарманы басқа үлгідегі нұсқамен салыстырамын. Құрастыр. Бірінші тапсырма. Суреттердің мазмұны бойынша әңгіме құрап оқиғаның шешімін ойлап табыңдар. Асан мен Үсен тал екпекші болды. Олар жерді қаза бастайды. Жерді қазып жатқанда кетпетін темірге деген байқап таң қалады. Бұл не екен деп қазып жіберсе, ішінде толған алтыны бар құмыра шыға келеді. Екеуі бір-біріне қарап аң-таң болды. Жақсы іс бастағанның жолы ашылар деген осы шығар. Өзің қараған шешімін қалай бейнелеуге болар еді. Түсініп оқы. Ғажайып бақ. Ертегі. Баяғы заманда Асан, Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан бірақ та жеріне егін егіп, Қасен өзінің аз ғана малын бағып күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы ай десе аузы, күн десе көзі бір қызы. Қасеннің күнде ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда Қасен жұтқа ұшырайды. Қыз аяғы қатты болып, аз ғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Қасен досына жылап келеді. Асан, сенімен қоштасайын деп келдім. Малым қырылып қалды. Енді қайыр сұрап тентіреп кетем бе дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап досын құшақтап тұр. Екеуміз жан жолдас едік. Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Қолыңа кетпен алып тырбанып тіршілік қыл дейді. Сол күннен бастап Қасен де егінді салып тіршілік етеді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Бір күні Қасен өзінің жерін қазып жүріп кетпеннің темірге тигенін байқап таң қалады. Бұл не ғажап екен деп тереңдетіп қазып жіберсе, ішіне толтырып алған салынған бір қара қазан көрінеді. Қасеннің қуанышы қойнына сыймай қазанның құлағынан сүйрей, осының үйіне қарай жүгіреді. Сүйінші Асан деп айғайлайды, ол жүгіріп келе жатыр. Сүйінші, үлкен олжалы бол. Мен сенің жеріңнен ішіне алтын толтырылған қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың. Асан оны қуана қарсы алып, сенің адалдығыңды білем ғой Қасен, бірақ ол менікі емес сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой деп жауап берді. Оған Қасен болмай, мен де сенің мейлің мейірімді кісі екеніңді білем деп қой Асан. Сен маған жеріңді берген, мен жеріңнің астында қазынасын берген жоқсың ғой дейді. Бірақ Асан да көне қоймайды. Ардақты досым, жердің асты үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін тамызып еңбек еткен адамдікі дейді. Алтынды алғысы келмей екеуі ұзақтасады. Олжа, алтынға байланысты дау қалай шешіледі? Ақыры Асанына да шешім айтады. Таласты қоялықшы, Қасен, сенің ұлың бар, менің қызым бар, балалардың қолына жарасып жүр ғой. Сол екеуінің басын қосайық та алтынды соныға берейік. Тым болмаса балаларымыз қиыншылық көрмесін дейді. Тентіреп кету, қаңғырып қайыр сұрап кету мағынасына қолданылған. Түсіндір. 3-ші тапсырма. Мұғалімнің көмегімен ұлтарақта жер сөзінің мағынасын түсіндір. Ұлтарақта жер сөзінің мағынасы азғына өте кіші жер. Есіге түсір ертегілер, тұрмыс салт ертегілер бар, қиял ғажайып және жанрлар ертегілер бар. Біздің оқыған мәтініміз ертегіміз ғажайып бақ ертегісін қай түрде жатады? Ғажайып бақ ертегісі қиял ғажайып ертегіге жатады. 5-ші тапсырма. Салыстыр. Шығармалар кестесі бойынша екі мәтінді салыстырамыз. Сурет бойынша құрастырылған мәтін оқушы және ғажайып бақ ертегісі халық. Авторлар оқушы, халық, кейіпкерлері Асан, Үсен. Оқушылардың кейіпкерлері халық, кейіпкерлері Асан, Қасен, қария, шәкірттер. Оқиғаның басталуы тал егу, екіншісі егін егуі. Оқиғадағы мәселенің шешімі жақсы іс жасау, адамның белгісі, алтынды жұмсап тау өсіру. Қорытындыла. 6-ші тапсырма. Асан мен Қасеннің қандай қасиеттері ұнады? Асан мен Қасеннің қарапайымдылығы, адалдықтары, достықтары ұнады. Қасеннің орнында болсаң сен не істер едің? Қасеннің орнында мен де сондай жасар едім. 2 тапсырма. Ертегі мазмұны бойынша жоспар құрып жаз. Асан мен Қасеннің достығы, Асанның қамқорлығы, Қасеннің алтын алуы,
аққа жүгіну алтын рұқсат пақ өсіру. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.